біреуге 99 тиын берсең, бір сом болып қайтады. бір тиыным дейді, саған пайда дейді. 99 тиын шаш дейді, бір тиынге болып келеді деп. Ағам өзі сөйтіп айтып отырмын, дүние жинамаған кісі. Содан кейін мен өзімде ең бірінші жаңағы мектеп басшысы болған кезде бір үлкен қаһарман апай бар, директорлердің председателі Айгүл Төревна деген, Миразова деген сол кісі айтады да. Кетпен сияқты маған дей берме дейді. Ара сияқты маған, саған, маған. Сонда бұл өмір дейді. Сізге айтып отырмын да, сізге бүркіт. Сонда кешегі айтып отырғандарыңыз, мына жаңағы малын сойып, құрбандық шалып, әруақ риза болмай, адам байымайды дейді ғой, сол әруаққа арнаған. Мен ол кісілер өлгенмен олардың рухтары жүр. Енді отбасыларыңыздың бәріне отбасыларыңыздың барлықтарына жақсылық тілеймін. Рахмет. Мен өткен жолы сіз звондағанда бір неғанды алмай ғой, мен кемерде жатқан, мен бала шағаммен барып. Мен түсіндім. Өзің как будто әппақ қыздай екі аптаға сол жаққа барып, әбден ішім пісіп кетті деймін соңында шы. Ана көп неге барып отырмын, қажет жоқ екен деп неге барып да. Сол кезде кетер кезінде кім звондадың ғой, иә деп. Иә, сол кезде келген кейінде алмай қойын десем, өткен жолы видеомен звондадым. Қайсыдан құр мен не екен деп байқамай қалдым да. Көргенде алмайтын дейсің ғой. Жоқ, аласың ғой адамның. Мен айтамын, түк көрмеген адам құсақтамай келмейін деген кім айтқан сөз кішкене шамбайымы батып кетті. Бақыт прям настырно отказывалась. Хотела бара алмайтын шығарым, осындай бір не болып тұр, сөйтіп тұр деп сөйтіп бастады. Содан кейін мен айттым, енді Бақыт сөздің аузында. Иә, рахмет. Кішкене намысты мен айтамын да, кеше столда отырған ерденге айтып жатырмын, осы өсеркіл старшты болған жоқ па екен деймін ғой мен. Әлі келе жатыр ғой. Себебі